Ертеде жасыл орманның ортасында өте еңбекқор құмырсқа мен көңілді шегіртке өмір сүрген екен. Құмырсқа күні бойы тыным таппай, қыстың қамын жасап, тамақ жинаумен әлек болып жүрсе, шегіртке күліп ойнап, ән айтып, орманды шаттыққа бөлейтін болған. Жаз мезгілі. Құмырсқа жиналған дәндерді үйіне тасып жүр. Шегіртке: құмырсқа досым, неге сонша асығып жүрсің? Кел, ән тыңда, жаздың қызығын тамашалайық, дейді. Құмырсқа: уақытым жоқ досым, қыс жақындағанда тамақ табу қиын, сол үшін дайындалу керек. Шегіртке: қысты қайтесің, әлі алыс қой, ән салайық, би билейік. Құмырсқа басын шайқап, жұмысын жалғастырады. Күз келді, артынан суық қыс та жетті. Орманда ән де күлкі де тыйылды, ал шегіртке болса тоңып ашыға бастады. Шегіртке құмырсқаның илеуіне келеді. Шегіртке: құмырсқа досым, маған көмектесші, азығым жоқ, тоңып тұрмын, дейді. Құмырсқа: шегіртке, сені жалғыз қалдыра алмаймын, осындай суықта кір, жылынып ал, деп үйіне кіргізеді. Құмырсқа шегірткеге жылы шәй мен нан береді. Шегіртке болса рахмет досым, деп алғысын білдіреді. Мен қателескен екенмін, келесі жылы сенен үлгі алып еңбектенемін. Я досым, деп құмырсқа басын изейді. Қыстың қамын жазда ойлау керек. Еңбек пен тәртіп адамды жетістікке жеткізеді, ал бірі-біріне көмектесу достықты күшейтеді. Сондықтан әр ісімізге жауапкершілікпен қарап, уақытымызды дұрыс пайдалану ең дұрыс таңдау.